Құрметті менің көрермендерім, алдыңғы видеомда біз present continuous tense өткен болатынбыз, нақ осы шақты. Енді бүгінгі видеода біз present simple tense өтетін боламыз. Сол үшін мен арнама жазылып кетіңіздер, видеомен бөлісіңіздер. Өйткені біз грамматиканы талдаймыз, мысалдар келтіреміз, жаңа сөздер өтеміз және кеңесімен бөлісетін боламын. Ендеше бастайық. Present simple tense. Осы шақ қашан қолданамыз? It is used to describe habits, general truths, unchanging situations and fixed arrangements. Әдеттеріміз, ақиқат, өзгермейтін жағдайлар туралы айтылғанда біз present simple tense қолданамыз. Positive, болымды түрінде қалай құрылады? Өткен жолғы есімдіктерден кейін verb немесе verb plus s, es. Verb дегеніміз етістік. I, you, we, they, read. Ешқандай жалғаусыз. He, she, it, reads. S жалған тұр. S жалғауы қандай етістерден кейін қойылады? Көп етістерден кейін қойылады. Және y дауыссыз болғанда, естілмейтін и болғанда. Get, gets. Sit, sits. Stay, stays. Es қашан қойылады? Y дауысты болғанда, double s, ch-ден кейін. Try, tries. Y айға айналып кетті. Miss, misses. Catch, catches. Negative, болымсыз түрінде қалай құрылады? Do not, does not. I, you, we, they do not read. He, she, it does not read. Interrogative, сұраулы түрінде do, does сұрақтың басында қолданылады. Do I read? Do you read? Does he read? Adverbs of frequency. Жиілік үстеулері. Every day, every hour, every month, every year, annually, daily сөйлемнің соңында тұрадылар. Және олар белгілі жиілік үстеулері. Мысалы, he plays football every day. She celebrates her birthday every year. I travel to Paris annually. He meets her daily. Басқа үстеулерді де біз білеміз. Олар always, usually, sometimes, seldom, rarely, never. Мысалы, she's always late. Ол үнемі кешігеді. We rarely watch TV. Біз сирек теледидар көреміз. They are usually at home in the evenings. Олар әдетте кешке қарай үйлерінде болады. Do you usually go work by bus? Сіз әдетте жұмысыңызға автобуспен барасыз ба? Сөйлемде бір ғана негізгі етістік болса, үстеу бастауыш пен баяндауыштың арасында тұрады. Мысалы, Nick usually goes to work by car. Nick бастауыш, goes баяндауыш және ортасында usually, әдеттегі екеуінің арасында қолданып тұр. Ал by car дегеніміз өткен жолғы біздегі object over preposition, автокөлікпен жұмысына барады. Егер to be сөйлемде етістіктің рөлін атқарса, онда бізде үстеу баяндауыштан кейін қолданылады. Мысалы, Марал is seldom wrong. Марал сирек қателеседі. Әсел isn't usually late. Әсел әдетте кешікпейді. Is Asad usually on time? Yes, he usually is. Кейде sometimes үстеуі сөйлемнің басында тұрады. Егер біз оған ерекше назарымызды аударсақ. Мысалы, sometimes she talks to me. Анда-санда сөзіне біз назарымызды аударып тұрмыз. Always'ді біз сөйлемнің басында ешқашан қолданбаймыз. Never, seldom, rarely сөйлемнің соңында қолданылмайды. Сөйлемнің басында қолданылған жағдайда, онда біз бастауыш пен баяндауыштың орындарын ауыстырамыз. Яғни кері рет. Мысалы, Really, do we have an opportunity to visit Rome? Never do I understand him. Болымсыз сөйлемдерде үстеу негізгі есіптің алдында қолданылады. Мысалы, They don't go often fishing. Олар балық аулауға жиі бармайды. Never, seldom, rarely болымсыз және сұраулы сөйлемдерде қолданылмайды. Олардың өздерінің мағынасы болымсыз болып тұрғандықтан. Ендеше келесі видеоларды қарайық. Is he? He is my friend. Ол кім? Ол менің досым. Is he a good person? Yes, he is. Ол жақсы адам ба? Иә. Where is he? He is in Starfleet. Ол қайда? Ол жұлдыз флотында. Where does he live? He lives with his mother. Ол қайда тұрады? Ол мамасымен бірге тұрады. Who is she? He is the mother of dragons. Ол кім? Ол айдаһарлардың анасы. So what's her name? Her name is Lilith. Оның аты кім? Оның аты Лили. What is she? She is a waitress. Ол немен айналысады? Ол даяшы. Бұл жерде біз present simple'дың қалай қолданылатынын, яғни негізгі құрылысын өздеріңіз көрдіңіздер, мысалдарда. Енді бізде
WH сұрақтары бар. Олармен де біз present simple'ды қолданамыз. What'тан бастайық. Егер to be етістің рөлін атқарса. What are you? What are your strengths and weaknesses? What are you? Я мысалы, strengths and weaknesses көпше түрде болған соң, what are you қолданып тұр бұл жерде. What does she do in her free time? Көп кездесетін сұрақ. What does she do in her free time? Yes? Бос уақытында ол не істейді? Келесі where. Where are you from? Сіз қайдан боласыз? Are you from? Where do you live? Сіз қайда тұрасыз? Where does she live? Ол қайда тұрады? Who'дан кейін? Who do you choose? Сіз кімді таңдайсыз? Егер бұл жерде екінші жақта болса, do you? Do қолданып тұр. Ал егер біз үшінші жекеше түрде болса, онда біз do does'ты қолданбаймыз. Who wants some ice cream? I want some. Wants, кім балмұздақты жегісі келеді? Wants. Бірден S жалғауымен бірге do does'сыз қолданып тұр үшінші жекеше түрінде. Who likes ice cream? Кім балмұздақты жақсы көреді? Who loves Rome? Кім Римді жақсы көреді? When, қашан? When is your birthday? Сіздің туған күніңіз қашан? When does the class finish? Сабақ қашан аяқталады? Ені why-мен present simple'да қолданып көрейік. Why is the sky blue? Аспан неге көк? To be етістің рөлін атқарса. Why does it rain? Неге жаңбыр жауады? Why do people exercise? Адамдар неге жаттығады? Which do you prefer? I prefer the red one. Қайсысын қалайсыз? Қызылын қалаймын. Which food do you like? Қай тағамды ұнатасыз? How old are you? Жасыңыз нешеде? How long is the river? Өзеннің ұзындығы қандай? How do you cook spaghetti? Спагеттиді қалай әзірлейсіз? Бұл WH сұрақтары ережені жаттап, мысалдарды қайталап, және мысалдар келтіріңіздер. Енді бүгінгі сабақтың жаңа сөздері. Superfluous, артық, шамадан тыс, керексіз. Superfluous thought, артық ой. Superfluous expense, шамадан тыс шығын. Superfluous information, керексіз ақпарат. Vengeance, кек. Swift vengeance, жылдам кек. To heed, ескеру, құлақ асу, байқау. To heed advice, кеңесті ескеру. To heed the warnings, саққа құлақ асу. To heed the sign, белгіні байқау. Captivating, тартымды, аса сүйкімді, еліктіретін. A captivating child, аса сүйкімді бала. A captivating voice, еліктіретін дауыс. And last one, mull over, ойлану, ойластыру, ойлап алу. I will mull over your offer. Мен сіздің ұсынысыңыз жайлы ойланамын. I will mull over this decision. Мен бұл шешімді ойлап аламын. That's all for today. Бүгінге осы. Енді мен кеңесім, есте сақтауды арттыру үшін көбірек оқыңыздар. Желіде, кітаптан, онлайн кітаптан, қай жерден керекті ақпаратты көресіздер, соны оқыңыздар. Ол жерде міндетті түрде present simple болады. Present simple'дың құрылысына назар аударып, оның қалай қолданылатынын көресіздер. Солай сіздерде present simple туралы білім қалыптасып, осылай сіздер жаттыға түсесіздер. To read a lot, to develop your memory and to enhance your vocabulary. Сөздік қорларыңызды байытып түсесіздер. Thank you for watching. Рахмет. I hope it will be helpful. Сіздерге көмектеседі деп үміттеймін. See you next time. Bye. Көріскенше сау болыңыздар.